Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен пациенттеріміздің бізге жиі қоятын сұрақтарының бірі менің эмбриондарым қатырылған еді, соның сапасы жайында айтып бересіз бе деген сұраққа жауап беретін боламыз. 5-6 күні эмбриондар дамудың ең жоғарғы сатысы бластоцистаға айналады. Эмбриологтар эмбриондардың жасушаларын микроскоп арқылы зерттей отырып, Гарнер шкаласы бойынша анықтайды, бағалайды. Ол бір сан және екі әріптен тұрады. Бірінші сан ол бластоцистаның мөлшерін, көлемін көрсетеді. Ол 1-ден 6-ға дейінгі сан арқылы бағаланады. Қатыру үшін ең жақсы болып саналатын 2-ден 6-ға дейінгі мөлшерде көп клеткалы жасуша ішілік массасы бар, трофоктодермасы бар бластоцисталар болып саналады. Жасуша ішілік массасы әріппен бағаланады. Одан мала қалыптасады. Ол бластоцистаның жасуша ішілік массасы көп клеткаларының сапасын көрсетеді. Көп клеткалар өзара тығыз орналасады. Б. Клеткалар өзара еркін орналасады. С. Клеткалар саны аз немесе мүлдем болмайды. Трофоктодерма плацентаны түзеді. Екінші әріп ол бластоцистаның трофоктодерма клеткаларының сапасын көрсетеді. А, Б, С. 3БА, 2АБ, 4ББ эмбриондары сапасы жағынан жоғары, жүктілік беру ықтималдылығы да өте жақсы болып саналады. Ал қатыруға келмейтін эмбриондар, ол бізде 2ЦЦ, 3ЦБ деген сияқты эмбриондарды қатырмаймыз.